Баршаңызға сәлем. Бүгін өте нәзік, дәмі балмұздаққа ұқсайтын банофи пай пирогын пісіреміз. Ең алдымен ыдысқа електен өткен ұн қосамыз, қант ұнтағын және қопсытқыш қосып араластырамыз. Майды үккіштен өткізіп қосамыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілгендей жұмыртқаның сарысын ағынан ажыратып аламыз. Жұмыртқаның сарысын қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды салафанға орап, 20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды орналастырамыз. Шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. 180 градуста беті сарғайғанша пісіреміз. Пісіп шыққан соң пирогқа қойытылған сүт жағып шығамыз. Қалауыңызша жақсаңыз болады. Және туралған бананды үстіне қойып шығамыз. Кремін дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Салқын кілегей қосып, стойкая масса шыққанша миксерлейміз. Кремді кондитерлік қалташаға орналастырып, видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Үстіне ақырын какао ұнтағын сеуіп шықтым. Менің жолдасым сүйсініп жейтін пирогтардың бірі. Сіз де жасап қуантыңыз. Каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз.